Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін испанский чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Бұны сіздер ресторан, кафеден 2.000-ға, 2.500-ға бір тілімнің өзін алып жейсіздер, иә? Ал оны үй жағдайында оңай әрі тез дайындауды қазір көрсететін боламын. Дәмі өзіңіз жасағасын тіпті керемет болып шығады. Осындай начинкалармен қосып жегенде өте әдемі дәм береді. Ол үшін бізге творожный сыр керек. Бұлардың өлшемдерінің барлығын описанияда қалдыратын боламын. Творожный сырымызды бір араластырып, үстіне қант саламыз. Жақсылап қант ерігенше араластыратын боламыз. Одан кейін кукурузный крахмал қосамыз. Бұл міндетті түрде кукурузный крахмал болуы керек. Одан кейін осы 4 жұмыртқамызды біртінде отырып миксерлейтін боламыз. Барлығын осылай кезек-кезек миксерлеп аламыз. Содан соң салқын сливкимізді қосып, қоймалжың масса болғанша осылай миксерлеп шығамыз да, керек формаға құйып шығамыз. Осындай пергамент қағазын үлкендеу қылғаныңыз дұрыс. Осындай дірілдеуік болып шығады және беті күйіп шығады. Бұл өзінің ерекшелігі болып табылады. Оны күйіп кеткендігі емес, өзінің ерекшелігі сондай. Мінекей кескен кездегі түрі. Бұны бөлме температурасында суытасыз, одан кейін холодильникке 2-3 сағатқа қалдырасыз. Осындай әдемі жинақы чизкейгіңіз дайын болады. Менде осындай Қазақстан шоколадпен начинка ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер.